Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді фунчозаның рецептімен бөліскім келеді. Бізге керегі сиыр еті. Сиыр етін ұзыншалап кесіп, оны соломка етіп, барлығын дайындап шығамыз. Одан соң сковородкамызға майымызды құйып қыздырамыз. Үстінен етімізді салып, екі бетімен жақсылап қуырып аламыз. Қуырылғаннан соң бетін жауып 20 минуттай уақытқа жай отқа қойып қоямыз. Ол уақытта сәбізімізді теркадан өткізіп дайындаймыз. Етіміз дайын болғаннан кейін үстінен салып, қуыра тұрамыз. Балгар бұрышын турап болғанша. Міне енді балгар бұрышын алып, соломка етіп тураймыз. Оны үстінен салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді огурцы дайын болғанша ғана қуырамыз. Огурцымызды соломка етіп тураймыз. Енді үстінен қосып, жақсылап араластырып, оттың астын өшіреміз. Енді фунчозамызға су құйып, 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Одан соң тим-тим приправасын араластырамыз. Және де үстінен дайын болған подливамызды салып, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің фунчозамыз дайын. Осы рецептпен дайындасаңыз өте дәмді болып шығады. Меймандарыңызға міндетті түрде ұнайды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз.